Қалайсыңдар? Мандариннің иісі шығып жатыр ма? Бұл деген нені білдіретінін білесіңдер ме? Oh my god! Wow! Қуаныңдар, билеңдер, өлең айтыңдар. Жаңа жыл келе жатыр. Бұл деген түнгі 12-де президенттің сөзін тыңдағаннан кейін отшашуға атып, одан кейін барып, азан атқанша оливье салаты жеу дегенді білдіреді. Көрермендерінің қай қаладан екенін мен білмеймін, ал менің қаламда әлі күнге дейін қар жауған жоқ. Сол себепті ақ қала немесе жаңа жылдық көңіл күй деген мүлдем жоқ. Оның орнына қара қала жасап, сырғанақ орнына балшық аунауға тура келеді. Одан кейін от шашатын кезде абайлаңыздар. Салют. Салюттың бетіне қарамаңдар. Тек қана аспанға атыңдар. 500 теңгеден 2000 теңге болады. Андай бір битвас дейтінше нештенге? Ол не ол? Дейтінше жаңа жыл бойынша дейтінше 6000 теңге. 6000? Естественно. Сәлем достар, Энс каналына қош келдіңіздер. Сіздерді 2020 жылы келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жетіңіздер. Президент сияқты сөйлеп отырмын, бірақ басқаша киімде. Менімен бірге осыншама уақыт болып келатқанына сіздерге рахмет айтамын. Ары қарай да мені қолдай беріңіздер. Жаңа видеолармен, әрі қызықты, күлкілі видеолармен сіздерді әрдайым ары қарай да қуанта беруге тырысамын. Сол себепті мені қолдап, лайк басып, достарыңызға көрсетіп. Келе жатқан жаңа жыл сіздерге тек қана бақыт әкелсін және барлық бастамаларыңыз сәтті өтсін. Жаңа жылдар құтты болсын.